19 күн, кішкентай садақа, үлкен жарық. Бүгінгі күн жүрегімізді жарыққа бөлетін, ішкі әлемімізді жылытып, өзгеге жақсылық жасауға арналған ерекше күн. Садақа дегеніміз тек үлкен ақша беру емес. Иә, 1000 теңге немесе 5000 теңге керемет, бірақ шын мәнінде 100 теңге немесе 200 теңгеден басталған кішігірім садақа да үлкен мәнге ие. Біреуге кішкене көмек, жылы сөз, күлкі немесе пайдалы кеңес бәрі садақа. Көп адам ойлайды: менде аз ақша, мен ештеңе істей алмаймын. Бірақ досым, ең кішкентай әрекетте үлкен өзгеріс әкеледі. 100 теңгеден бастап әрбір шағын қадам бір адамның жүрегін жылтат, ал сенің жүрегіңді жеңілдетеді. Садақаның мәні жүректен шыққан ниетте. Алланың алдында жасалған шынайы жақсылық жүректің нұрға толуы. Құранда айтылған: садақа жүректерді нұрландырады, қиналған адамға демеу болады. Бүгін өзіңізге сұрақ қойыңыз: мен бүгін кімге, кішкентай болса да, жақсылық жасай аламын? Кішкентай қадамдар жеткілікті. Біреуге жылы сөз айту, бір адамға қол ұшын беру, пайдалы кеңес беру, кішігірім ақша немесе азық-түлікпен көмек көрсету, ең бастысы ниет. Егер шынайы жүректен жасалса, 100 теңге де, 200 теңге де, 1000 теңге де бәрі үлкен мағынаға ие. Жүрек жеңілдегенде ғана сана тыныш болады, өмір мәнге толады. Садақа жасау бұл тек өзгеге емес, өз өміріңе инвестиция жасау. Әр кішкентай іс сіздің рухани байлығыңызды арттырады, жанға тыныштық сыйлайды. Сондықтан достар, бүгін бір әрекет жасаңыз. Кішкентай болса да, жүректен шыққан жақсылық жасаңыз. Жүрегіңізге нұр кірсін, санаңыз тынышталсын, өміріңіз мәнді болсын. Есте сақтаңыз: аздан басталған садақа үлкен нұрға, үлкен қуанышқа апарады.